ушундай bir мамандын ээси болгондорун әрине башталыштагы одан кийинки устаздардын эмгеги зор. Сол эмгекти багалап, эстериңе алып, издеп келгендерге мыңда бир рахмет сиздерге. Кандай жакшы бала болуп өскөсүңөр. Сол кезде биздин билим берген билимибиздин далага кетпегени, ойларыңа сиңгени, сол билимдин аркасында мен bir мамандын ээси болдуңдар. Эч кимге эселериңди жибермейсиңдер, эч кимге жанагы айтайын деген сөздөрүң өтөдү, истеген иштериң илгери басады. Сол билимдин аркасында казыр билим ғой, билим болсо баары. Рахмет. Сендерге ризамын. Сондай bir сол кезде bir сиздин окушуңуз бүтүп жатыр, сиздин бүтүп калды, сөйтүп калды деген. Мен өз окуучуларым кай битиргени болсо да bir сөз эстеген эмесмин. Не ата-анадан, не башка бирөөлөрдөн балаң өсүп жатыр, сиздин окушуңуз бүтүп жатыр деген. Соң барганда баарын bir тарбиеле, тартиптүү боло өсүңөр. Ата-ананын эмгеги, устаздын эмгеги, сонун жемиси минеки өстөп, рахаттанып, жакшы нан жеп, жакшы кийим кийип, астарында жакшы көйлек. Сол билимдин аркасы. Ол сендердин эмгектериң. Биздин берген билимди бойларыңа сиңирип, дарытып, ишке ашырып, міне bir мамандын ээси болупсуңдар, жарайсыңдар. Енді жаңа сендерге рахмет айтам. Бастарыңды бириктирип, уюмчулдукпен өсүп келгендериңе рахмет айтам. Бириңдер ол жаш кезде билмейсиңдер, эсейген сайын классташты издейсиң, туушты издейсиң, бауырды издейсиң. Бәрінің әрқайсының орны бөлөк, жөнү бөлөк. Классташ да керек, бауыр, туыш да керек, көрші де керек әрбірден кейін. Сондай бір жақсы. Әр нәрсе өз ретімен өз келе бастайды екен. Сондай біріңді іздеп, тауып, өстіп бастарын біріккендеріңе, ұйымшылдықтарыңа рахмет ол. Сол мектептегі ұйымшылдықтарын шығарым. Мейлі бастауыш болсын, мейлі үлкен класстағы болсын. Сондай жақсы. Үлкен класста да сендердің бір ана балаларыңыз сіздің анау бастауышта балаңыз бүйтіп қойып, сөйтіп қойыпты деген әңгімемен өз оқушыларым қайғайсын болса да атынан естіген жоқпын. Сендерді Кәден апай алды, одан кейін Гүлжан алды, одан кейін классымды Баян алды. Бәрі жақсы. Көшеде бір күні остановкада тұрсам, бәрі кішкентай қыз келіп құшақтай алды, апай деп. Сөйтсем жаңа естіп күлдім, баққан қыз екен. Ана балалар қыздардың бәрі өсіп кеткеннен